Мұсылмандық шарты. Уа достар, жақсы мінезді болуға тырысу керек. Әуелі ынсапты болу керек. Ынсап деген әр істе аспай, кем қалмай, орташа болмай, әділет дегенде осыдан шығады. Әр істің орнын тауып істемек те осыдан шығады. Аятта инналлаха юхиббул мухситина мағынасы Алла тағала әділдік қылғандарды сүйет деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өлшеусіз, сансыз, ғаламды басында жоқтан бар қылған, құдіретінде өлшеу жоқ, теңдес, шеруі жоқ, мінсіз Алла тағалаға сансыз разылық шүкір. Мұнан соң Алла тағаланың абзал жаратқан ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам ғазіретіне салауат. Мұның соңында уа достар, Алла тағала барша адам баласын бір Алла тағаланың барлығын, бірлігін, һәм өзін жаратқан екенін біліп, иман келтіріп, құлшылық қылсын деп жаратқан. Аятта «Вама халақтул жинна вал инса илля лиягбуддуна» деген. Мағынасы жын менен адамдарды құлшылық қылсын деп жараттым деген. Солайша құлшылық үшін жаралғанды оқығандарыңыз кітаптан, оқымағандарыңыз молдалардан естіп білген шығарсыздар. Алайда болса, біздің қазақ халқының өз білімінен жазылған кітап жоқ болған соң, ғарап, парсы кітапты білмек түгіл, ноғай тілімен жазылған кітаптарды да анықтап ұға алған жоқ шығар деп ойлаймын. Сол себептен иман, ғибадат турасын шамам келгенше қазақ тілімен жазайын деп ойландым. Бұл кітап әрбір қазақ оқуға оңай болып, әрі оларға пайда, әрі өзіме сауап болым екен деп Алла тағаланың рахметінен үміт еттім. Әмин. Енді бұрын иман турасын анықтап білу керек. Сол себептен әуелі иман турасын шамам келгенше ұқтырайын. Иманның мағынасы. Иман деген Алла тағаланың барлығына, бірлігіне, одан басқа Алла жоқтығына, Мұхаммед ғалайссаламның пайғамбарлығына, Құран сөзінің бәрі шындығына анық, ықыласпен нандақ. Иман айтқанда «Ла илаха иллаху ва Мұхаммеду Расулуллахи» дейміз. Оның мағынасы бір құдайдан басқа құдай жоқ, және Мұхаммед ғалайссалам Алла тағаланың бізге тура жолды көрсетуге жіберген басшысы деген болады. Мұның мағынасын білмей, құр айтқанмен иман болмайды, және анық, шын наным айтпай, құры тілмен ғана айтылса, о да иман емес. Аятта «Ва минан насиман яқулу әмәнна биллахи ва билямул әхири ва ма хум би муминина» деген. Мағынасы, кейбір адам Аллаға һәм әхирет болатығына иман келтірдім десе де, ішкі ықыласы нанбай тұрған соң, ол мұсылман емес деген. Әлбетте әрқашан шын ықыласпен нанып иман айтып жүру керек. Егер де иман дұрыс болмаса, қанша құлшылық ғибадат қылынса да ол қабыл болмайды. Иман шарт деген кішкене кітапта иман һәм тәубе туралы сөздің бәрін анықтап айтқан. Соның ішінде иманның 7 рәкіні бар. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вәл ямуил әхири вәл қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тағала вал бақси багдал маути. Бұлардың мағынасы, әуелі Алла тағаланың барлығына, бірлігіне нандым, періштелердің барлығына нандым, пайғамбарларына жіберген кітаптарының баршасына нандым, барша пайғамбарларына нандым, ақирет күні болмағына нандым, барша жақсылық жамандық істер Алла тағаланың тағдырынсыз болмайтындығына нандым, һәм өлген соң тіріліп сұрау беретұғынымызға нандым. Уа достар, осы иманды әрқашан айтып, салақ болмай жүру керек. Құранда неше жерде 5 тақуалар үшін деген. Тақуа деп
сақтанғандарды айтады. Адам әр уақыт Алла тағаланың ғазабынан қорқынышта, рахметінен үмітті болып, қауіп пенен үміттің ортасында болу керек. Аятта «Вадгуху қауфан уа тамған» деген. Мағынасы, тілек, дұға қылыңыздар, қауіп пенен үміттің арасында болып деген. Алла тағаланың барлығын ақыл менен ойлап білмек. Ва достар, Алла тағалаға біреуден үйреніп, яки ата-бабаның жолымен ұғып, нанып, иман келтірген кісі де мұсылман болады. Олайды болса, өз ақылымен ойлап, осы дүниенің бір құдіретті күшті есі болса керек деп, өз ақылыменен дәлел таппаған кісі қатты күнәһар болады, және ондай кісі шайтанның азғыруына, біреудің алдауына еріп кетуге жақын тұрады. Құдай тағала баршамызды сақтасын. Адам шын ақыл көзіменен қараса, осынша неше түрлі ғаламды жаратқан бір есі бар екенін біреуден үйренбей-ақ білсе керек. Құранда Алла тағаланың барлығына дәлел аят бек көп. Алайда болса, ақылмен ойлап білуге бұйырған аятты айтайын. Құл унзура мазафис самауати вәл арди. Мағынасы, айт, әй пайғамбар, құлдарыма қараңыздар, ақыл көзіменен аспандағы һәм жердегі барша жаралған нәрселерге деген. Әлбетте, соларға қарасаңыз, құдіретінде өлшеу жоқ, бір иесінің барлығын білесіз. Жағпар Садық Хазіреттерді айтқан екен, Алла тағаланың барлығына бал жиятығын арадан артық не дәлел керек? Кішкентай нәрсенің артында бал, аузында у бар. Ол екеуі таусылмайды да, бір-біріне қосылмайды деген. Және Шайхы Сағди деген кісі айтқан парша бейт. Бар дарақтан сөздар назари, хушияр хәр, варқыш дәфтер ист, маруфат қартқұр. Мағынасы, ағаштың жасыл жапырағына ақыл көзіменен қарасаңыз, әр бір жапырағы Алла тағаланы білдіруге бір кітап сықылды емес пе деген. Және адам ойлау керек, осы мені кім жаратты деп, сонда анық біледі. Өзіндей бір адамзат жаратпағанын, әкем жаратты деуге де болмайтұғынын. Әкем себеп болды десе, оның әкесінің жаратылуына кім себеп болды? Сөйте, адам пайғамбарға кім себеп? Ақырында барша себептерді бірінен бірі себеп қылып жаратқан бір құдіретті күшті ие керек болады. Сол ие Алла тағала. Және адам ойлау керек. Қайдан шықтым? Не үшін жаралдым? Түбінде не боламын деп. Осылай ойлағанда, әлбетте, жоқтан бар қылып бір құдіретті, күшті Алла жаратты. Не үшін жаратты? Жаратқан иесін біліп, соған құлшылық қылсын деп жаратты. Ақырында не қылады? Кім? Жаратқан иесінің әміріне мойын сұнып құлшылық қылса, оны құр қалдырмай таусылмас рақат берсе керек. Егер де әміріне мойын сұнбаса, оған таусылмас ғазап қылса керек. Неге десеңіз, осынша ғаламды босқа жаратудың қисыны жоқ. Ақырында жоқ болып кететұғын қылып жаратпаса керек. Онда әншейін бір ойын сықылды болады ғой. Аятта ұқтырып айтқан: «Вама халақнас самаға вал арда вама байнахума лагибина». Мағынасы, аспан менен жерді һәм оның арасындағы барша нәрселерді ойнап жаратқаным жоқ деген. Енді жоғарғы аяттың мағыналарын һәм айтылған дәлел сөздерді анықтап ұғып ойласаңыз, Алла тағаланың барлығына шексіз көңіліңіз нанар. Алла тағаланың бірлігін ақылмен ойлап білмек. Уа достар, Алла тағала жалғыз, одан басқа Алла жоқ. Мұны да ақылмен ойлап білу керек. Құранда бұл туралы аят көп. Олай болса да, ақылмен білуге ұғындырған аятты айтайын. Лау қана фихима алихатул нлаллаху лафасадата. Мағынасы, егер де дүниеде екі құдай болса, дүние бұзылар еді деген. Және бір аятта
ittakhazallahu min waladin wa ma kana mahahu min illahi izan lazahaba kullu ilahim bima halaqa wa lagala bagduhum gala bagdi subhanallahi gamma yasifuna. Мағынасы: Алла тағаланың баласы жоқ, және бір Алладан басқа Алла жоқ. Егер де басқа бір Алла болса, әрқайсысы өзінің жаратқан нәрсесімен кетер етті, бірін-бірі жеңер ет. Алла тағала мұндайлардан таза деген. Енді ойлап қараңыз. Егер де Алла екеу болса, бір Алла бір нәрсені бар болсын десе, бір Алла жоқ болсын десе, сол нәрсе бар болар ма еді, яки жоқ болар ма еді? Әлбетте бірінің айтқаны болмай қалады ғой. Айтқаны болмай қалғаны Алла болуға лайық болмайды. Сол себептен Алла тағаланың жалғыз екені мәғлұм болды. Егер де біреу серіктесіп жаратады десе, бұл да бос сөз. Оның үшін серікке мұқтаж болған соң, оның да Алла болуға лайығы жоқ. Және бір аятта: «Инна масалагиса индаллахи хамасали адама халаңаху мин турабин сумма халалаху күн фа якуну». Мағынасы: анық Иса пайғамбарды Алла тағаланың жаратқаны, адам пайғамбарды жаратқандай, адам пайғамбарды топырақтан жаратып тұрып, адам бол деп еді, адам болды. Сол сықылды Ғайса пайғамбарды Мәриям ананың қарында бала бол деп еді, бала болды деген. Және бір сөз: Алла тағала пайғамбарларға өзге адамның қолынан келмейтұғын істерді істеуге мұғжиза берген, һәм әулиелерге керемет берген. Бұлардың себебі бенделеріне тура жолды көрсетуге, пайғамбарлардың пайғамбар екеніне дәлел болсын деп, әулиелердің күнәдан тазалығының қадірін көрсетпеу үшін бұлар да бендесіне рахметі. Алла тағаланың сипаттарын білмек. Ва достар, жоғарғы сөздерден Алла тағаланың барлығын һәм бірлігін білдіңіз. Енді сипаттарын айтайын. Алла тағала бар, өздігінен бар, біреу бар қылған емес. Барлығының алды жоқ, бұрыннан бар, арты да жоқ, ешқашан жоқ болмайды, өлмейді, тозбайды, өзгермейді. Алла тағала жалғыз, не серігі жоқ, не теңдесі, ұқсасы жоқ, және еш нәрсеге ұқсамайды. Кітапта бұл 6 сипатын затия сипаты дейді. Олар мынау: бар, өздігінен бар, бұрыннан бар, жоқ болмайды, жалғыз, еш нәрсеге ұқсамайды. Бұлардан басқа кітапта субутия деген 8 сипаты бар. Олар мынау: тірі, білімді, құдіретті, талап қылушы, яғни бір нәрсенің болғанын ұнатушы, болғызушы, яғни бар қылса да, жоқ қылса да, сөйлеуші, естуші, көруші. Бірақ бұл сипаттары адамдарға ұқсамайды. Мәселен, біздің тіршілігіміздегідей денеменен емес, біздің құдіретіміздей қол-аяқ яки қарумен емес, біздің біліміміздей ойменен, көзбенен яки біреуден ұғып емес. Ақыры өзінің еш нәрсеге ұқсамағаны сықылды, сипаттары да өзгенің сипатына ұқсамайды. Және кітапта сәлбия сипаттары деген болады. Олар ұйықтамайды, өзгермейді деген сықылдылар. Оны ешбір кемшілігі жоқ десе, одан ұғуға болады. Ақырында бәрін жиып айтқанда, Алла тағаланың сипаттары кемшіліксіз, білімді, құдірет десе ұғарсыз. Алла тағаланың періштелеріне нанбақ. Періштелер Алла тағаланың жаратқан құлдары. Әрқайсысы әрбір қызметте. Олар күнә қылмайды. Олардың да абзал, жақсылары, пайғамбарлары бар. Жәбірейіл, Ысырапыл, Әзірейіл, Микаил дегендер періштелер Алла тағаланың өмірменен әртүрлі суретке кіріледі, һәм көзге көрінбейді кетеді. Алла тағала оларды біздің денеміздей қылып жаратпаған. Ондай денелерді кітапта Аджсам латифа дейді. Періштенің барлығына нанбайтұғын қисын жоқ. Жын, сайтан, пері дегендерге де нанылады ғой. Пайғамбарға нансаңыз, Құранға нансаңыз, бәрі де рас болады. Алла тағаланың
пайғамбарларға жіберген кітаптарына нанбақ. Алла тағала бенделеріне тура жолды ұқтыру үшін әрбір заманда пайғамбарлардың қайсы біреулеріне кітап жіберген. Оның үлкені төртеу. Бірі біздің пайғамбарымызға жіберген Құран. Біреуі Мұса пайғамбарға жіберген Таурат. Біреуі Дәуд пайғамбарға жіберген Забур. Біреуі Ғайса пайғамбарға жіберген Інжіл. Және бұлардан басқа Тухуф дегендері бар. Адам пайғамбарға, Ибрахим пайғамбарға дегендей, әрбір біреулеріне жіберілген. Солардың бәрінде рас деп тану керек. Бұл кітап дегендер бір жолата кітап болып келген емес. Алла тағаланың періште арқылы пайғамбарларына білдірген сөздері, әмір бұйрықтары. Соны кітап қылып жазылған. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам соңғы ақыр заман пайғамбары болған соң соған жіберілген. Құранның сөзімен ғибадат құлшылық қылмақ дұрыс болған, мұнан соң еш пайғамбар болмайды. Сол себептен өзгеден өзге шариғатпен жүруге дұрыс емес. Құранның сөзі бұрынғы кітаптардың кемін толтырып, кейінгі заманына қарай бір жолата бекітіп айтылған. Алла тағаланың пайғамбарларына нанбақ. Уа достар, Алла тағала бенделеріне тура жолды көрсетпек үшін әр заманда пайғамбар жіберген. Әуелі Адам пайғамбар, ақыры біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Бұл екеуінің ортасында көп пайғамбарлар болған, оның санын білмек бізге міндет емес. Қанша болса да, Алла тағаланың жіберген пайғамбарларының бәріне де нандым дейміз. Олардың ішінде Құранда аттары айтылған 28-нің атын білмек керек. Олар мұнау: Адам, Нұх, Худ, Лут, Зүлкифіл, Салық, Ибрахим, Аюб, Исмағыл, Исхақ, Жүніс, Ыдырыс, Жақып, Жүсіп, Ілияс, Әлиясақ, Дәуд, Сүлеймен, Мұса, Харун, Яхия, Ғайса, Шуғайб, Зікрия, Мұхаммед саллаллаху алейхим әжмәйін, Ғузайр, Лұқпан, Зұлқарнайн. Бұл үшеуін кейбіреулер пайғамбар деп, кейбіреулер пайғамбар емес деген. Сол себепті анығын Алла білер дейміз де қоямыз. Енді көбінесе иманның дұрыс болмағы пайғамбарға нансақ, Құранға нанасың. Құранды Құдай тағаланың сөзі деп пайғамбарымыз үмбетіне айтып білдірген. Құранға нанған соң бәріне нанғаның болады, және Алла тағаланың барлығына нансақ, пайғамбарға да нанасың. Себебі барша адам баласын Алла тағалаға құлшылық қылсын деп жаратып қойып, мынау жақсы, мұны қылсаң рахметіме жолығасың, мынау жаман, мұны қылсаң қаһарыма жолығасың деп білдірмей, өздерің білсең біл, білмесең қой дегені лайық болмайды. Дүниеде не нәрсе бар болса, соның бәрі адам үшін жаратылған. Не нәрсе болса да адамның не пайдасы, не залалы үшін. Сол себептен аятта айтқан «Ва саххара лакум ма фис самавати ва ма фил арди». Мағынасы: аспандағы һәм жердегі нәрселердің бәрін сіздерге үйреттім, яғни сендер үшін жараттым деген. Енді солардың қайсы сауап, қайсы күнә, қайсы пайда, қайсы залал екенін Алла тағала адамның өзіне пайғамбар хабаршы жіберіп, бенделеріне білдіргені анық, ақылға дұрыс. Енді біздің пайғамбарымыздың пайғамбар екеніне ешбір күдік жоқ. Аятта айтқан: «Уайз қала Иса бию Марияма, я бани Исраила инни Расулуллахи илайкум мусаддихан лимма байна ядайя мин ат-таурати ва мубашширан би расулин яхти мин багди смуху Ахмаду». Мағынасы: қашан Ғайса ғалейссалам айтты: «Әй бани Исраил қауымы, мен сіздерге Алла тағаланың жіберген пайғамбары менен бұрынғы Мұса ғалейссаламға келген Тауратта айтылған һәм менен соңғы келетұғын бір пайғамбардың хабарын білдіремін сіздерге.
Оның есімі, яғни аты Ахмад, яғни Мұхаммед алейхиссалам деген. Және біздің пайғамбарымыз ешкімнен оқымай, үйренбей, бұрынғы пайғамбарымыздың һәм қанша халықтардың не халімен өткенін білгендігі пайғамбар екеніне үлкен дәлел емес пе? Сол уақыттағы Таурат, Інжіл оқып жүргендер сынамақ үшін неше түрлі сөздерді сұрағанда һәммәсіне жауап берген. Және дінінің хақ растығынан қайдағы білімді ақыллылар дініне кіріп, мұсылман болып, аз ғана заманның ішінде қаншалық жерге мұсылман діні жайылып кеткені де не мал менен емес, не әскер менен емес, яки бұрыннан, тұқымынан, патшалықпен емес, жалғыз ғана мұсылман дінінің хақтығы һәм өзінің пайғамбар екенінің растығы емес пе? Және осынша істерді дүниелік үшін қылды деп айтуға болмайды. Оның үшін өзі халықты біліп тұрғанда неше күндей аш жүріп, тамақты да жөндеп жемейді. Тамақтың жоқтығынан үйіне неше күнде от жағылмай, құр суменен құрманы қорек қылып жүре береді. Кәпірлерді жеңіп алғандағы олжа қазыналардың 5 еседен бірі қазынаға алынады. Оны ұстап ішіп жесе ешкім бөгет болмайды. Сонда да бір тиын алмай, ішкен аса арпа ұны болып, киген киімі жамаулы болып, өзі дүниеден өткенде түк малы қалған жоқ. Кебісін өзі жамап киюші еді. Ал-фукару фахри, яғни мақтаным, кедейшілігім деп, көбінесе пақырлар мен жетімдерді құрметтеуші еді. Мұнан артық не дәлел керек? Аятта біздің пайғамбарымыз туралы Алла тағала айтқан: «Уама арсаланаха илля рахматин лилля аламина». Мағынасы: мен сені барша ғаламға рахметім үшін пайғамбар қылдым деген. Және Құраннан артық не мұғжиза керек? Әр дүниедегі адамшылыққа, әрі ақиреттегі аманшылыққа керек сөзден айтылмағаны жоқ болса да, ақыл ғылымның жайын содан артық кім ұқтыра алады? Содан артық қандай низам мен дүние сүзіліп тұра алады? Ақирет күннің болмағынан анбақ. Ақиретте тексерілмегіміз, таразы сират кәпірі қылған істеріміз дәптерге жазылып берілмегі баршасы рас. Құдай біліп тұрса да, адамдар білмейді. Сол себептен әбден армансыз қылып істеген ісімізді мойнымызға анықтап салып, рақым қылса, әділетін барша халыққа бірдей білгізіп, әркімнің лайық орнына жібереді. Аятта куллу шайғин халикун илля ваджахуа. Мағынасы: бір Алланың өзінен басқа нәрсенің бәрі пәлек болып бұзылады деген. Ақиреттің болмағы анық. Адам өлсе де жан өлмейді. Бейшпенен тозаққа кірген соң тіпті өлім жоқ, бір жола тағалады. Аятта халидайна фиха абадан деп неше жерде айтылған. Мағынасы: бір жолата қалады, бейште де һәм дозақта да деген. Және аятта ва надагул мавазинал хистали яумил қиямати фала тузламу нафсун шайған ва ин хана мискала хаббатин мин қардалин атайна биха ва кафабина хасибина деген. Мағынасы: қоярмыз қияметте әділ таразына ешкімге залым қылынбас еш нәрседен. Тардай кішкенесі болса да таразыға келтіріп салынар, бәрінің де есебін табармыз деген. Әлбетте, солай болғаны ақылға да дұрыс. Осынша ғаламды жаратып, ақырында тексерусіз, ешбір мақсұтсыз қалуға лайық болмайды. Жақсылық пен жамандық Алла тағаланың тағдырынсыз болмайды деп нандақ. Уа достар, жақсылық жамандық әрне іс болса, Алла тағала болсын демей болмайды. Бұл сөзді бек анықтап ұғу керек. Осының мәнісін білмей, теріс ойлайтұғындар көп. Кейбіреулер адамда түк серік жоқ, әр не қылса Құдай тағала қылғызады деп, Алла тағаланың бендіге берген ерікпенен талабын танады. Бұл теріс. Кейбіреулер жақсылық жамандықты
Басында жаратқан Алла тағала, сол себептен бәрі Алладан дейміз. Одан басқа, Алла тағала дүниедегі бенденің ісіне тіпті кіріспейді. Бәрін де жаратты да, пайғамбар артықтық тұрды да қойды. Бенде өзі сүйгенін қыла береді дейді. Бұл ой да теріс ой. Және кейбіреулер біздің не қылатығынымыздың бәрін де Алла тағала өзі әрқашан біліп, лаухул махфузға жазып қойды. Оны қылмай кетуге бендеде не ерік бар дейді. Бұл сөзді ақылсыздықтан айтылады. Бұл үш түрлі сөздің жауабы оңай. Әуелі адамда түк ерік жоқ деген кісіге айтамыз. Адамда түк ерік жоқ болса, бенденің ғибадатына сауап, күнәсіне азап қылғаны әділет емес болады. Себебі бәрін Алланың өзі қылғызып, біріне сауап, біріне жаза қылғаны дұрыс болмайды ғой. Аятта инналлахала язлимун наса шайғанва лакиннан наса анфусахум язлимуна. Мағынасы, анық Алла тағала бенделеріне залал қылмайды еш нәрседен, бірақ бенделер өзіні өздері залал қылады деген. Енді осыдан ойласаңыз, Алла тағала бендеге еріксіз іс қылғызып, ол үшін сауап не жаза қылмайды. Және аятта инна хадайнахус сабила имма шахиран ва имма кафуран деген. Мағынасы, біз көрсеттік тура жолды бенделерге, мейлі шүкірлік қылып мұсылман болсын, мейлі қарсылық қылып кәпір болсын деген. Және бір аятта уан лайса лил инсани илла масаға. Мағынасы, адамға өзі ықыласыменен ұмтылмай тұрып еш нәрсе жоқ деген. Енді бұл сөзге бір дау айтылады. Өйтіп бендеге іс қылса да, өз ерігі болатығын болса, дүниеде Алла тағаладан тілек тілемек бекер болмай ма? Не себептен тілек тілеуге бұйырылған десе, бұл сөзге айтамыз жоқ. Бенде бір жолата өзінің ойлаған ісінің бәрін істеп, орнына келтіруге құдіретті емес. Ол істі орнына келтірмек Алла тағаладан өзінің талабына ғана ерікті болды дейміз. Олай болса, Алла тағала бенденің бір арам іске талап қылғанын неге орнына келтіреді? Онысы арамға жәрдем қылғаны болмай ма десе, абыз етеміз. Ол жәрдем қылған емес, қахар қылғаны. Себебі ол кісіге пайғамбар арқылы, молдалар арқылы артықты ұқтырып білдіріп тұрса да, болмай нәпсіне еріп қызығып ұмтыла берген соң, Алла тағала қахар қылып, ол іске бөгет қылмай қоя береді. Сол себептен аятта айтқан «Ва назарухум фи тугайнахим яғ махуна» мағынасы, оларды өздерінің бұзықтығына қалдырамыз, қайран бұларда қалар деген. Енді дүниедегі іске Алла тағала кіріспейді деген кісіге жауабымыз, егерде олай болса, пайғамбарды жоқ дегенің болады. Себебі пайғамбар да әншейін өз дегенін бір себептен болған болады. Оның үшін Алла тағала дүниесіне кіріспеген соң қалайша пайғамбар жібереді. Және сауап, күнә, тілек бәрі бекер болады. Себебі Алла тағала дүниесіне кіріспесе, тілекті де бере алмайды. Және әр нәрсе себебін болған болып, сауап іс қылғанға разы болып, рахмет қылып, обал іс қылғанға жаза қылудың да қисыны жоқ. Оның үшін мұның күнәһар болғанымда бір себеппенен, яки әкім себеп, яки жолдасым, яки тұрған жерім жаман болды, сондықтан күнәһар болдым, оны кімге тартқызады? Аятқа вала тазиру вазиратун визра ухра мағынасы, біреудің жүгін біреу көтермейді деген. Егерде аятқа тоқтамасақ, ақылға да лайығы жоқ. Себебі менің күнәмді себеп болған біреуге көтертсең, оған да біреу себеп болып, ақырында адам пайғамбарға да бір себеп керек болады. Сол себептен бұл сөзінде түбі теріс болады. Енді Алла тағала біздің не қылатығынымызды біліп қойған, оны қылмай кетуге болмайды деген сөзге жауабымыз, бұл сөзді сөз емес дейміз. Себебі Алла тағаланың сен не қылатығыныңды білгені саған зорлық қылған емес, қыл деп қылдырған емес, ғылымның зор болғандығына білдіргені саған ғұзыр болмайды. Адамның да ақылдысы, сен ысырап қылып, бар малыңды орынсызға шашып жүрсең, аздан соң кедей болатығыныңды біледі. Сен біліп істеген соң кедей болдым деген дауың жөн бола ма?
сол сықылды сөз. Алла тағаланың білгендігі саған қыл деген емес. Сол себептен бұл сөзің сөзді емес. Енді молдалар да аят хадис сөзіменен дау айтып, талас шығаратұғын болады. Кейбіреу біле тұра ғылым салыстырмақ болады. Ол бек жаман. Кейбіреулері мағынасын анықтап шеше алмайды қалады. Ол дауласатұғын аяттар мұндайлар. Аятта «Вала ярдали ғибади хил куфра». Мағынасы: Алла тағала раз емес құлдарының күпір болғанына деген. Және бір аятта «Ма асабака мин хасанатин фа миналахи ва ма асабака мин сайигатин фа мин нафсика». Мағынасы: не нәрсе жақсылық келсе саған, оны Алла тағаладан деп біл. Не нәрсе жамандық келсе саған, оны өз нәпсінен деп біл деген. Және бір аятта «Ма асабака мин мусибатин илля бизниллахи». Мағынасы: не қайғы келсе саған, Алла тағаланың рұқсатымен келді деген. Және бір аятта «Ва тугизу ман ташағу, ва тузиллу ман ташағу». Мағынасы: Алла тағала қайсы бір бендесін құрметті қылады деген. Және бір аятта «Ва литуджза куллу нафсин бима қасабат ва хум ла юзлимуна». Мағынасы: әр бенде өзінің қылған ісіне қарай жазаланып, оларға ешбір залал қылынбас деген. Және бір аят «Ин ақсантум ли анфусикум ва ин насахтум фалаха». Мағынасы: егер жақсылық қылсаңыз өзіңіз үшін, егер жаманшылық қылсаңыз және өзіңіз үшін деген. Бұлардан басқа да осындай аяттар көп. Енді осы айтылған аяттар бірін-бірі қарсы сықылданса, олар қарсы емес. Бәрінің шешуі мынау: бенде өз талабына қарай ерікті. Сол себептен қылған ісіне не сауап, не жаза көреді. Бірақ ол ісі орнына келер-келмесі Алладан. Сол себептен жақсылық орнына келсе, пайғамбар жіберіп, ақыл мархамат қылып орнына келтірген Аллаға шүкіршілік қыл дегені. Егер де жаманшылық орнына келсе, Алланың тиғанына болмай, нәпсіме ерген соң қаһарына жолықтым-ау деп шүбә қыл дегені. Бәрі Алладан дегеніміз. Алла тағала болсын демесе, бірде-бірі болмас ет деген соң. Бірақ не істі, не себептен орнына келтірген, не істі, не себептен орнына келтірмегенін біз тексеріп, бәрін біліп отыруға жол жоқ. Оның үшін біз жаратқан құлымыз, құлының ықыласын, талабын Алла тағала өзі сынап, өзі өлшейді, біз өлшей алмаймыз. Сол себептен аятта «Фахбудуху ва таваккал ғалайхи» деген. Мағынасы: құлшылық қылдағы, Аллаға тәуекел қылып, ісіңді бір өзіне тапсырда қой деген. Және анықтап ұғу керек: Алла тағала ешқашан бенденің көңілін жаман іске аудармайды. Жаман істі бенде өзі нәпсіне еріп, шайтанның алдауына еріп талап қылады. Оны Алла тағала көрмеуді шариғат һәм молдалар сөзіменен тыйып, жасырында ойы жүрегіне сезгізіп тияды. Оған да болмай ұмтыла берген соң қаһар қылса тоқтатпайды. Жақсылыққа әрқашан бұйырып, һәм көңілін де соған аудырады. Тілегі дұрыс, жүрегі таза бендесін бірде болмаса бірде түзу жолға салады. Қияметте тірілмекке нанбақ. Уа достар, қашан қиямет болғанда, Алла тағала бұрынғы соңғы барша адам баласын тірі күндегі денесінен қалған бір әсерінен денесін қайта жаратып, жанын денесіне кіргізіп тірілтіп, махшар майданына, яғни тексеріп сұрау алатұғын орнына жаяды. Бүйтіп тірілмек қалайша мүмкін болады демек, бек ақмақтық болады. Оның үшін осынша барша ғаламды басында жоқтан бар қылған Алла тағала өліп қалған дененің не иесі, не тозаңы дегендей бізге көрінбейтұғын бір әсерінен бір зат қалдырып, содан қайта жаратуға құдіреті жетпей ме? Қасқыр жесе де, отқа күйсе де, одан бір әсер қалдыра алмайды дей алмайсыз. Бұған нанбайтұғын ешбір қисын жоқ. Және бұған аят дәлел. Құранның бастан аяқ бар сөзі осыған дәлел болады. Ақыл дәлел жоғарыда да айтылған, тірілтіп
тексермейтұғын болса, дүние бір ойын сықылды болады, және басқа бір денені жаратып соған рахат пен азап көрсетуге делінсе, ол да лайық емес. Ақиқат туралы білмегені болса, кешікпей сұрап білмек. Достар, кімде-кімнің көңіліне осы иман, ақиқат туралы бір күдік шүбә кірсе, оны кідірмей тез сұрап, ғалымдардан ізденіп білу керек. Олай қылмаса, иманға салақтық қылған болады. Салақ кісі түбі жоқ шелекпенен бірдей. Оған құйған ас тоқтамаған сықылды. Салақ кісінің иманын берік деп айта алмаймыз. Ат-таваккафу ямнағу ат-тастика дегеннің мағынасы дағдарып қалу білуді, нануды тоқтатады деген. Және күпір боларлық ойларды ойлай беру керек емес. Оның үшін бенде өзінің ақылы жетерлік жерге шейін ғана ойлағанда, Құранның аятына, пайғамбардың анық хадистеріне һәм бұрынғы әулие мүждахидтардың пәтуасына сүйеніп отырып ойлау керек. Олай болмағанда, ақылы жетпейтұғын нәрсені білемін деп шәк шүбә қыла берген ой адамды тез адастырады. Мәселен, Алла тағаланың барлығын, бірлігін, құдіретінің зорлығын, кемшіліксіз екенін һәм сипаттарын білгеннен соң Алла қандай екен, қайда екен, не қылып тұр екен дегендей ақмақтық ойдан зинһар аулақ болу керек. Оның үшін бір Алла тағаланың ақылымыз жетпейтұғын затын білмек түгіл, өзіміз үшін жаратылған дүниенің мың миллионнан бір нәрсенің қасиет сырын, пайда залалын біле алмаймыз. Құр табылмасты іздеген сықылданып, босқа қаңғырған жаман адастырып теріс жолға кетеді. Сол себептен аятта айтқан: «Я айухал лазина аману джитанибу касиран миназзанни анна багдаззани исмун». Мағынасы: әй мұсылмандар, орынсыз көп шүбәләніп ойлай бермеңіз, оның үшін кейбіреуі күнәға батырады деген. Және бір аят: «Инназзана ла югни минал хаққи шайған». Мағынасы: шәк қылып ойлай берген ой ақ жолға пайда болмас деген. Барша ғаламдағы нәрселер Алла тағаланың жоқтан бар қылғаны. Достар, Алла тағала бұл дүниедегі нәрселерді басында жоқтан бар қылған. Бір Алланың өз затынан басқаның бәрі Алла тағаланың жаратқан мәхлұғы. Жоқтан қалайша бар қылады деп ойлау жарамайды. Оның үшін бар нәрседен бар қылып бір нәрсе шығармақ бенденің де қолынан келеді. Мәнісін білген білімді, өнерлі жандар Алла тағаланың жаратқан нәрселерінен адамның ақылы жете алмайтұғын таң қалғандай нәрселер істейді. Мәселен, телеграф, телефон, граммофон дегендердің бәрі жердің бір шетінен бір шетіне хабар береді, бірі адамша сөйлейді. Алла тағала ондай бардан барда қылады, мәшина себеп керек қылмайды, және жоқтан да бар қылады. Дүние бұрын бар нәрседен жаралды десең, оны бар қылатұғын бір ие керек. Егер иесіз өзі бар болды десең, онда дәхи дегендердің сөзі сықылды, бір теріс ақмақтық болады. Дәһарлар дүние өздігінен бар болып, ескірген сайын бір нәрседен бір нәрсе жаралды дейді. Бұл тіпті теріс жол. Оның үшін басында түк жоқ болса, неден бар болып, неден ескірет, және айтып есі жаралған нәрседе тәртіп болмайды. Оны үйретіп тұрған Алла десе, Алла тағаланың өзі жаратып реттеп тұруы дұрыс. Егер де дүние бар болмағанда, Алла тағала өзі қалайша бар болады десе, бұл қаңғырғаны болады. Себебі Алла тағала жаратушы құдіретті ие. Дүниенің өз-өзінен бар болғаны бек дұрыс, және дүниеде бұрыннан бар шығар десе, о да теріс. Себебі оған бір ие болмаса, құру өзі не құдіретіменен бар болады. Содан байқаңыз, дүниенің бәрі Алла тағаланың жаратқаны екенін. Қабырда жауап сұрамақ һәм әлімсақ дегеннің мағынасы. Достар, адам өлгеннен кейін мүнкір нәңкір деген періштелер келіп сұрап алады. Сонда Құдайың кім, дінің қайдың, пайғамбарың кім деп ондайларды сұрайды. Мұның жауабын осы күннен ұғып жатқа үйрену керек. Қабірге кірмек ақиреттің алғашқы
Есік есепті. Сонда түзу жауап бере алсақ, Алла тағаланың жарылқағаның белгісі сол. Құдайым барша ғаламды жоқтан бар қылып жаратқан, теріксіз, мінсіз жалғыз Алла тағала, пайғамбарым ақыр заман пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхиссалам, дінім ислам діні, кітабым Құран, құбылам бет Алла, ықтиқатта, яғни иман турасында, мазхабым ахлул сүннәти вал жамағати, яғни пайғамбарымыздың сүндетіменен болған қауым, ғибадатта мазхабым имам ағзам рахматуллахи галайхи, оның шын аты Нұғман. Мұхаммед ғалиссаламның үмметімін, Ибрахим ғалиссаламның милләтіненмін. Мұның себебі ислам дінінің басы Ибрахим пайғамбардан басталған. Аятта айтқан: «Таттабаға милләта Ибрахимма ханифан». Мағынасы: үйреніңіздер Ибрахим ғалиссаламның милләтіне деген. Анық әл-мисақтан бері мұсылманмын. Бұл әл-мисақ дегенді біздің қазақтың көбі білмейді. Мұны анықтап ұғу керек. Құдай тағала адам пайғамбарды жаратқаннан кейін, қияметке шейін адам баласынан қанша жан жаралатуын болса, солардың бәрінің жандарын адам пайғамбардың арқасынан шығарып алып, оларға ақыл ерік беріп, бәрінен де сұраған: «Әләсту би раббикум», яғни мен сендердің құдайың емес пе деп. Сонда халу бәлә, яғни бәрді айтты: рас, бізді жаратқан құдайымыз сен деп. Сол иманды кітапта иман фитри дейді. Сол себептен кәпірлердің күнәға батпай, жасында өлген балалар бейішке кіреді. Бастапқы фитри иманын бұзбай өлген үшін. Және сонда барша жандардан Алла тағала уәде алған, дүниеге адам болып келгенде сол иманын бұзбай, құлшылық қылып, күнәдан таза болып, Алланың бұйрығына мойын сұнуға. Сол уәденің атын әл-мисақ дейді. Аятта: «Вакат ахази мисакакум ин кунтум муъминина». Мағынасы: Алла тағала сіздерден уәдені анық алды. Сол уәдені бұзбай, мұсылман болсаңыз деген. Енді бұл дүниеге келгенде солардың бір талай уәдесін бұзбай, таза мұсылман болды. Бір талайы дүниеге алданып, шайтанға еріп, антын уәдесін бұзып кәпір болды. Бір талайы иманын бұзбаса да, нәпсіге еріп, біз сықылды күнәкар бенде болып, бір Алла өзің кеш жарылқа деп зарлап жүр. Алла тағала күнәмізді өзі ғафу қылсын. Әмин. Күпір болатығын істерден сақтанбақ. Уа достар, зинәһар күпір болатығын істерден қатты сақтану керек. Әуелі қалжыңмен болса да, ашумен болса да, ешбір жолменен Алла тағалаға серік қосу жарамайды. Тіл тигізу жарамайды. Кейгенде, наза болғанда Алла тағалаға кейген жарамайды. Көбінесе адамның өз кемшілігінен болған нәрсені Құдайдың құдіреті деп кейіміз. Сол бек жаман. Кейбіреу тіпті бүйткенше жаратпай-ақ қойсын етті дейді. Құдай сақтасын, бұл тіпті жаман сөз. Бір нәрсені сындырып яки бүлдіріп алған кісіде «Ай, Құдайдың ісі» деп айта салады. Құдайдың тағдырынсыз еш нәрсе болмаса да, сөздің мағынасы жаман қылып айтылған жарамайды. Өзімнің айыпсыздықпен яки білімсіздігім себеп болып деу керек. Қайдағы жақсы істі өзім қылдым деп мақтанып, залал яки жаман болған нәрсені Құдай тағалаға яки біреуге жабатығынымыз қатты ақмақтық. Аятта айтқан: «Ва иза азақнал инсана минна рахматан фариха биха ва ин тусибухум сайятун бима қаддамат айдихим фа иннал инсана кафурун». Мағынасы: қашан біз адамдарға рахметімізден таттырып жақсылық берсек, мақтанып қуанады. Егер бұрынғы қылмысы үшін бір қайғы көрсе, берген нығметімізді ұмытып, шүкір қылмайды деген. Және зинһар ауыз боқтағаннан сақтаныңыз. Мұсылман адамның аузы иман, тасбихтің орны күпір болатығын нәрсе, және зинһар бақсы құшнаштан балаштырудан қатты сақтану керек. Оның үшін оған нансақ кәпір боласың, нанбасақ оны керегіне. Одан басқа ермек жоқ па? Аятта: «Иннамал хамру вал
майсару вал ансабу вал әзләму ритсун мин амали шайтан. Мағынасы, арақ, ұтыс ойын, Құдайдан басқаға шоқынған һәм балашқан бұлардың бәрі арам шайтанның жұмысы деген. Осы аятты ести тұра, бәқсі балгерге балаштырып, аластатып, бәк қызған жарай ма? Ондай кісіні анық мұсылман деп айта алмаймыз. Шатағым жоқ, әншейін қыламын деген кісіге сен алмаймын. Нанбағаны рас болса, аулақ жүрсін. Одан да ауру болса, оқыған білген дәрігерге қаратып, Алла тағаладан шипасын бере көр деп сұрасын. Бәқсі балгер туралы пайғамбарымыздың хадисі: лайса минна ман тутаяру ау тутаяру лаху ау тухаххину ау tukahhinu lahu au tusajjiru lahu wa man ata kahinan fa sadaqa bima yakumu faqad kafara bima andala Allahu salawatu wassalam. Хадистің мағынасы: кімде-кім бір нәрсені арам қылса, яки арам қылдырса, яки балашса, яки балаштырса, олар менің үмметім емес, яки сихыр қылдырса, олар менің үмметім емес, және біреу бір бақсыға балаш қызып, соның айтқанынан нанса, анық кәпір болды, Құранға нанбаған үшін деген. Құмалақ салған, жаурын жаққан, бір нәрсені арам қылған бәрі солардың жолдасы. Бәрінен де аулақ болу керек. Осындай нәрселер адамды жаман үйретіп, не болса соны әдет қылғызып, бейне бір сондайдан бір білім, қасиет шығаратығындай көріп тұрады. Тастың үңгірін жалғыз ағашты әулие деп, мал түнетіп, алым байламақ бәр сондай жаман емес. Егер де сондайдағы қылған бір нәрсені қойғанда бір қазаға ұшырасаң да, одан деп ойлама, зинһар сақтан. Bir Allah Tağalaға өзінің басқадан пайда зиян жоқ. Не болса Алланың пәрмені менен болады. Ондайларда түк қасиет жоқ. Бірақ оқып білген дәрігерге емдетпек сауап обал емес. Пайғамбарымыздың хадисі: Ибадуллахи тадауфа инна Аллаха лам ядадаған илла удғалаху даваған илла даған вахидан ал-хараму. Хадистің мағынасы: әй Алланың құлдары, ауруларыңызды емдетіңіз. Алла Тағала дауасыз ешбір науқас жаратқан жоқ, жалғыз кәрілік ажалдан басқа деген. Бірақ дәрігер де анық жазады демейсің. Алла Тағаладан шипасын тез қылар мекен деп үміт қыласың. Пайғамбарымыз көзіне сүрме жағушы еді, көзім тозбасын деп, анда-санда дәрі ішіп ішін жүргізуші еді, анда-санда қақтықпен қан алдырушы еді. Ішім тоқталды деген кісіге бал ішіп, ішіңізді өткіз деуші еді. Оқыған дәрігерлік жаман емес екенін осыдан біл, бірақ бұл айтқанымыз біздің бақсы ұшнаш емес, соны жақсы ұғыңыз. Ажал туралы. Уа достар, адам қашанда болса бір ажалмен өледі. Бірақ Алла Тағала бейішті сауап іс қылған бендесіне дайындаған сықылды. Ажалды да себепке байлаған, не сол адамның өзі себеп, не басқа бір нәрсе себеп болады. Және сол себепті Алла Тағала кез болса болсын десе болады, әйтпесе болмайды. Және қайтадан қандай себеппен өлетұғының Алла Тағала бұрыннан біледі. Алла біліп тұрған соң, ол бенде өлмей кетуі бола ма десең, жоғарғы менің жаманшылық қылатұғынымды Алла біліп тұрған соң қылдым деген кісінің дауысы қылды орынсыз сөз болады. Және Алла Тағала кейбір бенденің өмірін қысқа қылады. Мәселен, оның залалы біреуге тие бермесін деп, яки күнәға бата бермесін деп, яки сондай өзге бір себеппен. Осындайларды не себептен олай қылғанын біз тексере алмаймыз. Оны біле алмаймыз деп жоғарыда айтылды. Енді ұқтыру үшін бір аяттағы істі айтайын. Аятта айтқан: «Ва аммал ғуламу фақана абаваху Муминина фа хашайна ан юрка кухума туянан ва куфран фа арадна ан юбдиллахума раббуму хайран минху закатан ва акраба рухман». Мағынасы: ол баланың ата-анасы мұсылман еді. Егер тірі жүрсе, ата-анасын бос бұзақылыққа ертер деп өлтірдім.
Алла тағала ата-анасына одан жақсы бала берер деп деген. Бұл аяттың себебі Мұса ғалейссалам, Хидр ғалейссалам бір баланы өлтіріпті. Алла тағаланың білдіруінше ол бала ер жетсе, ата-анасын бұзады һәм өзді күнәға батпай өлсін деп. Енді осынан байқарсыз, бірақ бәрі осындай себеппен емес, әрқайсысы әр түрлі себеппен, біреу ерте, біреу кеш өлмек. Хақ ажал келген соң оған еш нәрсе бөгет болмайды. Аятта ла ястахируна сағатан вала ястақдимуна. Мағынасы ажал келсе, бір сағат кейін де қалмас, ілгері де болмас деген. Пайғамбарымыздың лаян фагул хазару, яғни сақтанбақтан пайда жоқ дегені осындай ажал туралы айтқан. Және пайғамбарымыздың бір хадисі жоғарғы аятқа қарсы сықылданатұғыны бар. Ол қарсы емес, шешуі бар. Ол хадис ас-садакату вас-салату тазидани фил гумри, яғни садақа бермек аурудың халын сұрап, туысқандарын зиярат қылмақ ғұмырдың артылмағаны себеп болар деген. Бұл хадис жоғарғы аятқа қарсы болмайтұғыны, аяттағы сөз қашан Алла тағала бір адамды пәлен уақытта өлсін деп ұласа, оған ешкім бөгет те болмайды, одан ілгері де өлтіре алмайды деген. Бұл хадистегі сөз Құдай тағаланың қыл деген істерін қылып, сауапты болып, ұзын өмірге есеп болар деген сөз. Құдай тағаланың бекітіп қойған ажалын тоқтатады деген емес. Аятта вала тулкуби айдикум ила тахлукати деген. Мағынасы өздеріңізді өзіңіз өлімге салмаңыз деген. Және пайғамбарымыз бір кісі көлігін байламай тәуекел қылдым дегенде айтқан. Қаид ва тауаккал. Мағынасы көлігіңді байлап қойды, сонан соң тәуекел қыл деген. Енді байқадыңыз ба? Біз әрбір зиян істерден сақтануға бұйырылғанбыз. Соның ішінде ажалдан да сақтануға міндеттіміз. Сөйтіп сақтанып, һәм адал іске ұмтылып, олардың орнына келер келмесін бір Алланың өзіне тапсырып қоймақ. Тәуекел деген осы. Одан басқа мен Құдайға тәуекел қылдым деп шалқаңнан жатсаң, күнәһар болып аштан өлесің. Сол себептен шайқы Сағди айтқан, қайтсе де ажалсыз өлмейді деп айдаһардың аузына кірме деген. Адам өзін таныса, Құдайды да танымақ. Уа достар, адам өзін өзі анық таныса, жаратқан Алласын да білет, Алланың өміріне де мойын сұнады. Сол себептен пайғамбарымыз айтқан, ман арафа нафсаху факат арафа раббаху. Мағынасы, бенде өзін анық білсе, Алла тағаланы да анық білер деген. Және Ғайса ғалейссалам айтқан, біреудің көзіндегі шөпті алмақ болсаң, өлі өз көзіңдегі ағашты алып таста деп. Мұның мағынасы, өз міндеріңді тазартсаң, кісінің мінін айтып ұқтыруға, кісіні түзетуге сонда жарарсың деген. Енді адам өзін өзі білмекке әуелі жоғарыда айтылған, қайдан жаралдым, не үшін жаралдым, түбінде не болмақпын деген үш сөзді ойласа керек. Онан соң басыма пайда дүние, ақиретіме пайда нес қылып жүрмін, халыққа не пайда келтіріп жүрмін, біреуге яки өзіме зиян қылғаннан саумын ба деп ойлау керек. Өйтіп өзін өзі тексермей жүре берген адам хайуан, малыңнан да төмен болады. Аятта Улағиха қаланғами балхум мадаллу валиғиха хумул ғафилуна деген. Мағынасы, ол ақмақтар тура аяқты хайуан сықылды, бәлкім одан да жаман, олар түк білмейтұғын меңіреулер деген. Бұлардың хайуаннан төмен болатұғыны, хайуандар білімсіз болса да, көбінің зияны өзгеге тимейді. Адамның зиянкестерінің зияны бір талай халыққа тиіп, ел бүлдіреді. Енді байқадыңыз ба, адам өзін-өз танымақ деген иесінің құл екенін, һәм ғибадат үшін жаралғанын біліп, өзін-өз тексеріп, зиянды істен қашып, адал, пайдалы істі қылуға тырыспақ. Адам хақы менен хайуан хақы. Уа достар, Алла тағаланың құлы екеніңізді білген соң, зинһар адам хақы мойныңызда кетпектен сақтаныңыз. Бұл адам хақы деген жалғыз мал хақысы ғана болмайды. Адамның мал хақы бар, жан хақы бар, абырой хақы, мұсылмандық дін хақы бар. Не денесіне, не абыройына, жанына, не ғибадатына, не малына, не көңіліне бір зиянды орынсыз
Тіл тигізсеңіз бәрі адам хақы болады. Аятта иннаху ла юхиббуз-залимина. Мағынасы Алла тағала залымдарды жек көреді деген. Залым деп зиянкес адамды айтады. Және пайғамбарымыздың хадисі Занбула югифиру ва занбула ютраку ва занбу югфиру фа аммаллази ла якфиру фаширку биллахи ва аммаллази югифиру фа занбу ал-габдуллазн байнаху ва байналлахи газза ва джалла ва аммаллази ла Ютраку фазул гибади ягдухум бағдан деген. Мағынасы. Бір күнә бар, тіпті кешілмейді. Бір күнә бар, қалдырылмайды. Бір күнә бар, кешіледі. Әуелгі кешілмейтұғын күнә деген Алла тағалаға серік келтірген. Соңғы кешілет деген күнә Алла тағаланың бендігі бұйырған ғибадатын қылмаған. Енді қалдырылмайды деген күнә адамның адамға қылған залымдығы. Мұны иесі разы болып кешпесе, Алла тағала кештеп кешкізбейді. Сол себептен күпірліктен соңғы қиын іс адам хақы болады. Әрине, хайуан хақынан да жолы бек қиын. Пайғамбарымыз айтқан лау гуфиралакум хасирун. Мағынасы, егер хайуанға орынсыз қылған істеріңіз кешілсе, талай көп күнәңізден құтылар едіңіз деген. Бұл хайуан хақы деген орынсыз жерде ауырып, халінен артық жүк салып, оны тарта алмаса, соғып қинайсыз. Және не үйреткен емес, не қатты қысылмай тұрып, орынсыз қинап, шәршәтіп, жүре алмай қалса, ұрып, қамшылап, кейде тепкілейсіз, кейде сүрініп кетсе де орынсыз, яки қатты керек болмай тұрған кезде, не жас баласын, не буаз күнінде орынсыз өлтіресіз, яки болса болған соң жұмыртқасын сындырасың. Ондайлардың бәрді обал, бәрді хайуан хақы. Және бұл хайуан түгіл, жансыз нәрсеге ашуланып, не боқтап, не сындырып, не ұрып тастайтығын істеріміз ойымызға түскенді бек ойлаймын. Әлбетте, ақмақтықтың ең жаманы хайуан менен жансызға ашуланбақ. Өтірік ант пен өтірік. Уа достар, біздің халықта өтірік ант пенен өтіріктен сақтанбайды. Құдай сақтасын, бұлардың жолы бек қиын. Өтірік түгіл, шынға да бет алды ант шеберген жарамайды. Аятта айтқан: «Вала таджгалуллаха урдатин ли айманикум». Мағынасы: Алла тағаланың атын орынсыз қолжаулық қылмаңыз, антыңыз бенен деген. Бір нәрсеге ант қылып, антын амалсыз бұзған кісі де 10 кедейді тойғызады. Ол болмаса 10 кедейге киім береді. Оған әлі келмесе, туған 3 күн ораза ұстайды. Және аятта: «Инналлаха ла ухиббул хагинина». Мағынасы: Алла тағала антын бұзғандарды жек көреді деген. Және бір аят: «Ва минан насиман ягджибука қаулуху фил хаяти ад-дуния ва юшихудуллаха аламафи колбихи ва хуа аладдул хисами». Мағынасы: кейбір адамдар сөзіменен дүние істеріне сен таң қалдырар, және ойымдағым сол деп Алла тағалана куә қылар өтірік. Ондайлар мұсылмандардың қатты дұшпаны деген. Және бір аят: «Валахум азабун алимун бима кану ягзибуна». Мағынасы: ол өтірікшілерге қияметте қатты азап бар, айтқан өтіріктері үшін деген. Және бір аятта: «Ваджтанибу қаулаззури». Мағынасы: жиіркеніп қашыңыздар өтіріктен деген. Енді Құранда өтірік антпенен өтірік турасы қандай жаман деген ұқтыңыз. Мұнан соң ақылмен ойлайтығын дәлел айтайын. Өзіңізді біреу өтірік антменен алдаса жақсы көресіз бе? Яки өтірік ант беріп, бір зиян келтірсе, яки бір
пайдаңызды келтірсе, жақсы көресіз бе, яки сізге пайда, яки зиян болмаса да өтірікке ант ішкенін білсеңіз, мұнан бұлай ол кісінің сөзіне нан аласыз ба? Егер нан алсаңыз, оныңыз ақмақтық болмай ма? Және антсыз ақ біреу өтірік айтып алдаса, жақсы көресіз бе? Ақырында бұл өтіріктің ешбір төлеуі жоқ, намаздай қазасы, оразадай кінәраты жоқ. Өтіріктен құтылуға жалғыз ақ сол сөзім өтірік ет деп қайтадан өзін өзі куә болып, естіген жанға қайта айтып, сол өтірікпенен тарттырған зияны болса, оны не малмен, не сөзбен разы қылмаса, өтіріктің одан басқа төлеуі болмайды. Шариғатта өтірік айтуға біраз ғана жерде рұқсат бар, о да ешбір мүмкін болмағанда. Екі кісіні жақындастырып, араздығын қалдыруға, бірінің қатты сөзін біріне айтпай, жақындық сөзін оңдап айтқан сықылды жерде, және кішкене баланы ұғуға көңілдендірген сықылды жерде, және жанға, яки дінге қас болатығын жерде, кәпірлерді алдап құтылған сықылды, осындай орындарда ғана рұқсат қылған, ондай болмағанда өтіріктің жолы бек қиын. Әр түрлі залымдықтан һәм жаман мінезден сақтанбақ. Уа достар, Алла тағала тыйған әр түрлі залымдық пен жаман мінезден сақтану керек. Аятта «Вала тахкулу амуалакум байнакум бил батил» мағынасы, біріңіздің малыңызды біріңіз бұзықтықпен жемеңіз деген. Және бір аятта «Инналлазина яхкулуна амуалал натама зулман иннама яхкулуна фи бутунихим нарунва саясауна сағиран». Мағынасы, кімде-кім жетімдердің малын залымдықпен жесе, анығында олар от жеген кісідей дозақтағы отқа тез келеді деген. Және аят «Захарал фасаду фил барри вал бахри бима қасабат айдин наси лиюзингахум багдаллази гамалу лагаллахум ярджигуна». Мағынасы, әр түрлі бәле келсе, құрғақта яки дарияда болсын, ондай бәлелердің болмағы сол жердегі халықтың залымдық, бұзықтық кінәләрінің себебінен кейбір бұзықтықтарының жазасын дүниеде таттырмақ үшін деген. Және пайғамбарымыз айтқан хадис «Ман матағала ғасабиятан фалайса минна». Мағынасы, кімде-кім күшіменен көптігіне сүйеніп жүріп өлсе, ол менің үмметімнен емес деген. Және бір аят «Я айюхаллазина аманула ясқар қаумун мин ғаусми ғасаан факуну хайран минхум вала нисагун мин нисагин ғасаан якунна хайран минхунна». Мағынасы, ей мұсылмандар, мазақ қылмаңыз ешбір қауымды, оның үшін кім біледі, ол қауым мазақ қылушылардан жақсы шығар. Және ешбір ұрғашы да бір ұрғашыны мазақ қылмасын, кім біледі, ол ұрғашы өзінен жақсы шығар деген. Яғни Алла қасында мазақ қылушыдан мазақ болушылар жақсы болып жүрмесін. Және бір аят «Вала талмизу анфусакум вала танаббазу бил алкаби бисал исмул фусуку багдал имани ва ман лам ятуб фа улагика хуммуз залимуна». Мағынасы, өздеріңізді өзіңіз міндемеңіз, һәм жаманат қойып, қорлап, лақап қылып шақырмаңыз, ит, доңыз, кәпір дегендей. Иманды болған кісіге ол бек жаман атақ. Егерде осындайлардан біреу тәуба қылмай өлсе, олар бек залым деген. Және аят «Вала таджассасу вала яхтаб бағдукум бағдан аюхиббу ахадукум ан яхкула лахма ахихи майтан фа карихтумуху». Мағынасы, біріңізді біріңіз тінтіп, ғайбын қарамаңыз, ғайбат қылмаңыздар. Жақсы көресіңдер ме, өлген туыстарыңның етін жегендей, бұл сондай күнә деген. Және бір аятта айтқан «Вала тамши фил арди марахан аннакалан тахрикал арда валан таблуған жибала тулан».
Мағынасы, жүрмеңіздер жер үстінде тәкаппарланып, өйткенмен жерді жыртып жібере алмас һәм кекірейген менен таудан ұзын зор бола алмас деген. Және бір аятта «Вала тағуану ғалал исми вал ғудуани». Мағынасы, жәрдемші болмаңыздар ешқашан күнә менен дұшпандық залымдыққа деген. Енді жоғарғы аяттардан байқаған шығарсыз, барша жаман мінездерден тыйылуға міндетті екенімізді. Және ақылға да лайығы жоқ. Себебі осы айтылған істердің бірде-бірін өзіңізге өзге біреу қылса жақсы көрмейсіз. Бұлардан басқа да жаманшылық толып жатыр. Мәселен, біреу малыңызды ұрлап тартып алса жақсы көрмейсіз. Сондай өзіңіз жек көретұғын нәрсенің ешбіреуін өзгеге қылмасаңыз, Алланың тыйғанынан тыйылған, ақылдың ұнағанын қылған боларсыз. Және өзіңіз біреу тәкаппарлық қылса қалай көресіз, алдаса қалай, яки біреу арақ ішіп, ақылынан адасып, аузына келгенін сөйлеп сандалып жүрсе, оны қалай көресіз? Біреу ысырап қылып, малын шашып жүрсе, яки тіпті сараң болып, бейшараға қараспаса жақсы көресіз бе? Ойлаңыз, өзіме біреу сөйтсе қайтер едім деп. Сол себептен пайғамбарымыз айтқан «Ахаббан-насу ма тухиббу нафсука». Өзіңіз не нәрсені жақсы көрсең, өзгелерге де соны қыл деген. Адам жақсы мінезді болмақ. Уа достар, жақсы мінезді болуға тырысу керек. Әуелі ынсапты болу керек. Ынсап деген әр істе аспай, кем қалмай, орташа болмай, әділет дегенде осыдан шығады. Әр істің орнын тауып істемек те осыдан шығады. Аятта «Инналлаха юхиббул мутийтина». Мағынасы, Алла тағала әділдік қылғандарды сүйет деген. Және аятта «Ва иза култум фағадиду ва лау ханаза курба». Мағынасы, қашанда болса рас, әділ сөйлеңіз. Егер жақыныңда болса рас, әділ сөйлеңіз. Егер жақының үшін болса да, яғни жақындыққа да қарамай деген. Және бір аятта «Вала таджғал ядака мағлулатан иля унуқика вала тапсудха құллал вастифа тақуда малуман мақсуран». Мағынасы, садақа қайыр қылуға қолыңды мойныңа байлаулы сықылды да қылма. Және бір жола алақаныңды ашып та жіберме. Өйтсең малыңнан айырылып, табаланып, қайғыланып отырасың да қаларсың деген. Және аятта «Иннал муаббазирина қану ихуана шаятина ва қана шайтану ли раббихи кафуран». Мағынасы, өлшеусіз ысырап қылған кісілер шайтанның туысқаны. Шайтан Алла тағалаға кәпір болған деген. Және пайғамбарымыздың бір хадисі «Ма аламан иқтасада». Мағынасы, артық аспай, кем қалмай, орташа іс қылып жүргендерден деген. Енді рақымды болмақ туралы аят «Кузил афуа уамур билгурфи вағрид анил жахилина». Мағынасы, кешірімді болыңыз, жақсы жолға бұйырыңыз, надан бұзықтардан аулақ болыңыз деген. Және аят «Манзаллази юкридуллаха кардан хасанан фаюди даги фахулаху валаха аджрун каримун». Мағынасы, кімдегім Құдай үшін деп мұқтаждарға қарыз берсе, Алла тағала ондай екесе беріп, ол үшін бек зор сауап берер деген. Және жоғарыда айтылған хадис «Ахаббанна сама тухиббу нафсука». Өзің нені жақсы көрсең, өзгеге соны қыл деген. Және бір хадис «Исмаху юсмах лакум». Мағынасы, кешірімді болыңыз, сізге де кешірімді, рақымды болар Алла тағала деген. Және бір аят «Ла тубтилу садақатакум билмани вал әзе». Мағынасы, бұзбаңыз садақаңызды міндет қылып, яки ренжітіп деген. Және бір аят «Қаулун мағруфун ва макфиратун хайрун мин садақатин ядбагу хайзе». Мағынасы, жақсы жылы сөз һәм кешірімділік міндет қылып, яки ренжітіп берген садақадан артық деген. Және пайғамбарымыздың бір хадисі
Саласу ман ханафихи хасабахуллаху хисабан ясиран ва адгалаху жаннатта бирахматихи тухтаман харамака ва тахфу ғамман заламака ва тасулман қатағака. Мағынасы үш түрлі істі қылған бенденің Алла тағала есебін жеңіл қылып бейішке кіргізет. Бірі, сені біреу құр қойса да сен оны қойма. Бірі, біреу саған залымдық қылса да сен оған залымдық қылма, кеш. Бірі, біреу саған келмей сені көрмей қойса да сен оған бар деген. Және пайғамбарымыз айтқан: Ал халку куллахум гайалаллахи фа ахаббахум илаллахи анфахухум ли гай амихи. Мағынасы: барша мақұлық Алла тағаланың мақұлығы, оның ішіндегі Алла тағалаға сүйіктісі, мақұлықтарына пайдасы тиген деген. Және бір хадис: Иннал му'мина юдруку би хуснил хулси дараджатал хагими. Мағынасы: анығында мұсылман жақсы мінезімен күндіз ораза болып, түнде намаз оқығандардың дәрежесіне жетеді деген. Және бір хадис: Гафараллаху газза ва джаллали раджулин амата гусна шаукин гани туруки ма тақаддама мин занбихи ва ма тағахара деген. Мағынасы: халықтың жүретұғын жолындағы бір тікенді Құдай үшін алып тастаған кісінің Алла тағала бұрынғы соңды күнәсін кешет деген. Және бір хадис: Инна хуснил ғағди минал аймани. Мағынасы: адал уәдесін бұзбаған иманның белгісі деген. Және бір хадис: Иннакум ла ясхунан насаби амваликум ва лакин ясхухум минкум мастал ваджихи ва хуснуб хулки. Мағынасы: сіздер адамдарды мал менен өзіңізге қаратып ала алмассыз, бірақ жылы жүз жақсы мінезбенен қаратып аларсыз деген. Және аятта: Вала тастауи ал хасанату вала ассайгату итфаг биллати хеха ахсану фа изаллази байкана ва байнаху гадаватун қағаннаху валиюн хамимун. Мағынасы: ешқашан жақсылық пенен жамандық бірдей емес. Кешіріңіздер жамандықты жақсылық пенен, яғни жамандыққа жақсылық қыл, сонда дұшпандығыңыз достық болып, дәл жан қияр досыңыздай болар деген. Және Алла тағала бендесіне сабырлы болмақты бұйырған аятта: Инналлаха мағас сабирина деген. Мағынасы: анығында Алла тағала сабыр қылушылармен деген. Және бір аятта: Фа ин яхакун минкум мигатун сабиратун яглибу мигатайни ва ин якум минкум алфун яглибу алфайна бизниллахи валлаху мағас сабирина. Мағынасы: егер сіз 100 сабырлы болсаңыз, сабырсыз 200 кісіні жеңесіз. Егер де 1000 кісі сабырлы болсаңыз, сабырсыз 2000 кісіні жеңесіз. Алла тағаланың бендегі бендесі орынсыз қорықпа деп бұйырған. Онда тіпті Алла тағаланы ұмытқан болып кетеді. Аятта айтқан: Фала тахшахухум вахшауни валиутимма нигмати галейкум валагаллахум тахтадуна деген. Мағынасы: ол залымдардан қорықпаңыз, менің қаһарымнан қорқыңдар, сонда сіздерге толық нығмет берермін һәм тура жолды табарсыз деген. Және Алла тағала біреуге біреу орынсыз зиян келтірсе, өзіңіздей ғана іс қылуға рұқсат қылған, олай да болса сабыр қылып кешкеніңіз көп сауап болар деп айтқан аятта: Ва ин ғакаптум фа гацибу би мислима гукиптум бихи ва лагин сабартум лахуа хайрун лиссабирина. Мағынасы: біреу сендерді қинап ренжітсе, дәл сондай ғана орайын алуға рұқсат бар. Егерде кешіп сабыр қылсаңыз, онда бек көп сауапқа жолығасы деген. Енді жоғарғы аят хадистерден байқаған шығарсыз, ынсапты
Рақымды болмақ, сабырлы болмақтың көп сауап екенін, әлбетте ынсап, рақым, әдеп болмаса, адамның өзге хайуаннан артықтығы болмас еді. Әдепті болмақ туралы әл-әдәбу нисфу дини. Мағынасы әдеп діннің жартысы деген. Әдепті кісіде ұят бар кісіде иман бар. Пайғамбарымыз кімнің ұяты жоқ болса, соның иманы жоқ деген. Әрбір адам істі істеуге ұмтылмақ. Уа достар, адамның бәріне де адал кәсіп қылып, өзі, қатын балалары біреуден таланбастай тамағын, киімін, көлігін таппақ парыз. Сол себептен пайғамбарымыз айтқан: талабул халала ваджибун ғала күлли муслимин. Мағынасы: адал кәсіп қылмақ барша мұсылманға парыз, міндет деп. Және Алла тағала Құранда айтқан: Я айюхаллазина аману анфику мимма разанқнакум. Яғни, ей мұсылмандар, пайдаланыңыз берген адал ризығымнан деген. Және бір хадиста: кулу ашрабу тасаддаку фи гайри исрафи вала махьялата деген. Яғни, жеңіз, ішіңіз, садақа қылыңыз, бірақ тәкаппарланып сәнденбеңіз деген. Және аятта: Я айюхаллазина аману анфику мин таййибати ма касаптум. Мағынасы: әй мұсылмандар, пайдаланыңыз, яғни нәпақаландырыңыз адал кәсіп қылып тапқандарыңыздан. Және бір хадис: майбата қалан мин талабил халала бата махфуран лаху. Мағынасы: кімде-кім адал ризық ізденіп, шаршап келіп жатса, күнәсі кешіліп, көзі ұйқыға барар деген. Және бір хадис: хайруги минкум ман лам ятру кахираттаху ли дунияху вала дунайхау ли ахиратихи валам якун қалан наси. Мағынасы: сіздердің ең жақсыларыңыз ақирет дүние үшін тастамай, және дүниесін де тастамай, екеуін де адалдықпен алып жүргендер, һәм өзгелердің мойнына жүк болмай, өзі мал тапқандар деген. Және бір хадис: утлубул ғилма валау биссини. Мағынасы: іздеңіз ғылымды Қытай жұртынан болса да деген. Бұл айтқаны ғибадат ғылым емес, дүниелік үшін керекті ғылымдар. Оның үшін пайғамбарымыз Қытай жұртының мәжуси, дінсіз халық екенін біледі. Ол ғылым дегені, өнер дегені ақирет ғылымы үшін айтқаны. Міне бір хадис: фадлул ғилми ахаббу илайя мин фадлил ғибадати ва хайру диникум ал-варағу. Мағынасы: ғылымның қадірі, пайдасы маған ғибадат, нәқылдан артық көрінеді. Діннің ең жақсысы тақуалық, яғни сақтану деген. Тақуалық ғылымды түгел білмекпен табылады. Сол себептен нақыл ғибадаттан ғылым артық деген. Бірақ ғылым іздегенде де, асабайлық мал іздегенде де мақсұтың мақтанбақ, яки біреуді қор, біреуді зор қылмақ болса дұрыс болмайды. Ондағы мақсұтың әуелі өзіңді күнәменен кедейліктен құтқармақ. Одан өзге халыққа ғылымның яки малыңның пайдасын тигізбек боласың. Пайғамбарымыз ад-дүния маразағатул ахирати деген. Мағынасы: дүние ақиреттің егіні. Мұнда не шапсаң, онда соны орасың деген ғой. Не тапсаң, ақиретке пайда іске жұмсаңыз. Пайда келтірмек, зияннан құтылмақ. Уа достар, адам тіршілікте екі нәрсеге міндетті. Алла тағаланың бұйырғанды сол нәрсе. Ақылды қабыл көретұғында сол екі нәрсе. Оны кітапта жалбу манфағатин дафху вадарратин дейді. Қазақша айтқанда да пайда келтірмек, зияннан құтылмақ. Осы екеуі екі дүниеге бірдей болып табылса, адамшылықтың толық болғаны. Оның көбінесе табылмайтұғыны. Кейбір іс дүниеге тыныш болса, ақиретке дұрыс болса да теріс болады. Кейбір іс ақиретке дұрыс болса да, дүниелікке зиян болса болсын,
Ақиретке зиян болмасын, соны қатты ескеру керек. Дүние қазір тез өтеді, ақиретте бейішке кірсе де, дозақта қалса да бір жолата қалғаны, тіпті өлім де жоқ, жоғалу да жоқ. Сол себептен дүниедегі бір күнгідей ғана рахат, яки құмарлық, яки мақтан үшін құтылмас қақпанға түсуден Құдай тағала барша мұсылманды сақтасын. Аятта: «Вала тулку би айдикум ила тахлукати». Мағынасы: өздеріңізді өзіңіз әлек боларлық іске салмаңыз деген. Кім-дегім басына келген бәледен қашып құтылуға шамасы келгенше қам қылмай өлсе, осы аятқа қарсылық қылған болады. Және дүние үшін қызығын біле тұра ақирет азабына жолықса да, бір бұл емес, көп аятқа қарсылық емес пе? Және пайда келтіру үшін адал кәсіп қылмай, Құдай өзі береді деп жатпақ күпірлік болады. Егер де біреу сөйтіп жатып, не аштан, не суықтан, не ыстықтан дегендей бір кемшілікке ұшыраса, аятқа қарсы болып қатты күнә болады. Сол себептен біздің қазақта мақал болып жүрген «Алла тағала сақтансаң сақтармын» дейді деген сөз рас сөз. Енді бұл жалбу манфағатин дафху муддаратин, яғни пайда келтіру, зияннан құтылуды әуелі өз басына, одан ғылымың, өнерің асса, аудан маңайыңа, одан дасса барша халыққа қыласың, шаман келсе, тамам жанға пайдалы іс қылып, яки іс шығарып, һәм тамам жанды залалдан құтқарарлық іс қыласың, яки өнер шығарасың. Аятта «Вал бахияту ас-салихату хайрун гинда раббика савабан ва хайрун амалан». Мағынасы: артыққа қалып, көпке пайдасы тиетұғын жақсы істерді қылмақ Алла тағала қасында ең жақсы сауап, ең үміт сол деген. Және бұл турада таза жүрмектікті қатты ескеру керек. Себебі таза жүрмеген кісі әр түрлі бәле, науқасқа кез болады, һәм Алла тағалаға ғибадат қылып, тілекте тілеп жүре алмайды. Бойы таза болмаған соң тілегі де қабыл бола алмайды. Сол үшін пайғамбарымыз айтқан: «Ман батауа фи ядихи риху ғамарин фа асабаху шайгун фала ялуманна ила нафсаху». Мағынасы: біреу төсекке жатқанда тамақ иісіменен қолын жумай жатып, бір бәлеге ұшыраса, оны өзінен басқа ешкімнен көрмесін деген. Және бір хадисінде: «Инналлаха таибу юхиббуху таибата назифу юхиббун назафата фаназифу афнитакум вала тахаббахул яхуда». Мағынасы: Алла тағала көркемдікті ұнатады. Таза Алла тағала тазалықты ұнатады. Көше қораларыңызды таза қылыңыз, жүхіддерге ұқсап кіргір болмаңыз деген. Енді өзіңізді ойлаңыз. Таза болмағаныңызды ақылыңыз сап қабыл көре ме? Сіздің маңайыңызға сасық, үсті басы кірбіреу келсе, жиіркенбейсіз бе? Жаман іс, қоқыстан кісі ауырып та қалмай ма? Және жалабу манфахатин дафу муддарратиннен біз түгіл, даладағы оның да аз ғана хабар бар ғой. Мәселен, суырдың іні қыс болғанда кіріп жату үшін, жаздыгүні қашып кіру үшін, шыбынды ұстап жеуге өрмекшінің торы, осындайлар бек көп қой. Біз хайуаннан артықпыз деп мақтанғанда онымыз рас боларлық іс қылсақ жарайды ғой. Аятта «Құл хал ястауиллазина яғламуна валлазина ла яғламуна» деген мағынасы: білгендер білмегендермен бірдей дейсіңдер ме? Әлбетте бірдей емес деген. Жоғарда адам өзін танымаққа айтылған аят «Улағи қаланға ми балхум адаллу улағи калға филуна» мағынасы: олар тура аяқты малсы қылды, бәлкім одан да жаман меңіреулер деген. Солай болғанымыз жарай ма? Әр істі істеуге мойынды жар бергізбей тұғын еріншектік
Ол адамды хайуаннан төмен меңіреу қылады. Орынсыз іске қызықтырып, ұятсыз, қанағатсыз қылатығын нәпсі. Ол адамды хайуаннан да ұятсыз, ынсапсыз қылып жібереді. Себебі адам құмарланған нәрсесін қоя алмайды. Хайуан бір мезгіл сабыр қылып, өзі жемей тапқан балаларына яки ұя басарына алып келіп береді. Аң алып жейтін құстар кешке табылған бір кішкене нәрсеге қанағат қылып, артық тамақ үшін аяғын шайнайтығын аңға соқтықпай, Құдайдан күтіп қонақтайды. Біздің адамзат ертеңгі түгіл өмірі жетер-жетпес, білмейтұғын жылдарға шейін болсын деп, мал жиямыз деп, әлдене бәлеге ұшырайтұғына ақылдылық па? Малды қанша болса да халалдан жеп, халық пайдасына ұстамақ бек жақсы, бірақ құры көзі тоймаған жаман іс. Тәуба қылмақ, күнәдан тыйылмақ. Уа достар, пайғамбар әулиелер болмаса, бенденің күнәдан тазасы кем шығар. Сол себептен тәубаны білу керек. Нәжис нәрсені сумен жуған сықылды күнәні тәубамен жумаса болмайды. Менің байқауымша, адамда 3 түрлі тәубе бар. Оның бірі шын тәубе, ол мынау. Бір адам нәпсісіне еріп, бір күнәні қылады да, артынан шын ықыласыменен қатты күйіп өкініп, енді қайтып, ондайды қылмаспын деп бір жолыта уәде қылады да, ол күнәні қайтып қылмайды. Мұны молдалар тәубе насух дейді. Аятта «Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насухан». Мағынасы, әй мұсылмандар, Құдай тағала тәубе насыр тәубе менен деген. Екінші бір тәубе, бір адам нәпсісіне еріп, бір күнәні қылады да, ішінен қатты күйет неге қылдың деп. Ендігәрі қылмаспын ау десе де, анық уәде қыла алмайды, нәпсісіне сене алмайды. Бірақ Алла тағалаға сол күнәдан тыйылта көр деп жалбарынады. Бірақ Алла тағалаға бұл тәубе бастапқы тәубе де емес. Әйтсе де азаптан қатты қорқады. Рахметінен үміті бар адамға Алла тағаланың аятта «Ла таңнату мин рахматиллахи» дегені. Мағынасы, рахметімнен үміт үзбе дегеніне қарағанда, бұл да тәубе болуға мүмкін. Енді мен білген 3-ші тәубе бар, ол мынау. Біреу бір күнә қылады да, артынан тәубе қыла салып, онан соң және сондай күнә қылып, оған және тәубе қылдым ғой, керегіне бірталай жандар осылай қылып жүр ғой деп көпті мысал қылып салақтау жүреді. Жоғарғы аятқа қарағанда, Алла тағала қай күнәні кешемін десе де кешеді. Әйтсе де, бұл соңғы тәубені сенімді тәубе деп айтуға болмайды. Бірақ Алла тағаланың рахметі мол екен рас. Аятта «Қатаба раббукум ала нафсихи ар-рахмата». Мағынасы, Алла тағала өзіне мархамат қылуды лазым қылды деген. Және бір аят «Ямхуллаху я яшағу ва юсбит ва гиндаху уммул китаби». Мағынасы, Алла тағала не нәрсені жоғалтқысы келсе жоғалтар, бектемін десе бектер, лаухул махфузда деген, яғни қай күнәні, яки қай сауапты да жоғалтамын десе жоғалтар, бектемін десе бектер, лаухул махфузда. Және бір аятта «Инналлаха ла яғфиру ан юшрақа бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яшағу». Мағынасы, Алла тағала өзіне серік келтіргендерді кешпейді. Одан басқа күнәнің бәрінде кешкісі келген бендесіне кешет деген. Бірақ осыған да тәубе. Себебі Алла тағала дүниеде себепсіз нәрсе жаратқан жоқ. Бендесіне рақым қылмақ үшін ғибадат, дұғат, тәубе не бұйырған болмаса ол ғибадаттан Аллаға пайда да жоқ. Қылмасаң Аллаға зиян да жоқ. Әлбетте, Алла тағала бендесіне рақымды. Аятта айтқан «Ман жаха бил хасанати фалаху гашру амсалиха ва ман жаха бис сайгати фала юджза илла мислаха». Алла тағала бендесінің бір жақсылығына 10 есе сауап береді. Жаманшылық күнә қылса өзінде ғана жаза тарттырады, одан арттырмайды деген. Және бір аят «Ва хуаллази яқбалу
Тәубатагай ғибадатки хай ва яғфу ғаниссайғати ва яғламу ма тафғалуна. Мағынасы, ол Алла тағала құлдарының тәубесін қабыл қылады, күнәләрін кешет, һәм не қылғандарының бәрін білет деген. Жоғарғы аяттағы сөздерін байқадыңыз. Алла тағала бендесіне бек рақымды екенін. Олай да болса, шама келгенше күнәдан сақтанып жүру керек. Егер де нәпсіні жеңе алмай күнә қылып жіберсе де, заңхар тез тәуба қылу керек. Ақырында дүниелік мал жиған күн емес, адалдан жимақ парыз. Бірақ Алла тағаланың қаһарын ескермей жүре берген сол қатты күнә. Сол себептен сопа Аллаяр Хазірет айтқан: "Тис дүния аз Худа гафил будан никуман ва нақара". Фарзанд хазан. Мағынасы, дүниеге алдануы, Құдай тағаланы ұмытқаны, ол қатын, мал, ақша, баланы ұмытқаны емес деген. Парыз, уәжіп, сүннәт, мұстахиб, мұбақ, харам, макруе, мафсат. Уа достар, мұсылман адамның қылатығын істерінің бәрі 8 түрлі болады. Оның 4-еуі шариғаттың қыл деп бұйырған нәрселері, оны парыз, уәжіп, сүннет, мұстахаб дейді. Енді қалған 4-еуі шариғаттың қылма деп тыйған нәрселері, һәм қыл деп бұйырмаған нәрсесі, оны мұбах, харам, мәкрух, мүфсид дейді. Енді осылардың мәнісін әбден ұғып алу керек. Парыз деген Алла тағала Құранда бір жолата осыны қыл деп анықтап бұйырған нәрселер: иман, намаз, ораза, зекет, қаж сықылдылар. Бұл парызға нанбай, парыз емес деген кісі кәпір болады. Құранға нанбаған үшін парызды біле тұра қылмаған кісі дозақта азап тартады. Ғұзырсыз болса және парызды қылған кісі көп сауап алады. Уәжіп деген Құранның кейбір аятының әулие, мұштахидтер осы парыз болса керек деген нәрселер, һәм пайғамбарымыз ғұмырында істеп қоймай өткен, һәм қылыңдар деп бұйырған нәрселері. Мәселен, құрбан шалған сықылдылар, мұны уәжіп емес деген кісі кәпір болмайды. Бірақ біле тұра, ғұзырсыз қылмай қойған кісі дозақта азап тартады, қылған кісі сауап алады. Сүннет деген пайғамбарымыздың әрдайым қылып жүрген, ғұмырында 1 яки 2 мәртебе ғана қалдырған нәрселері, азан айтқан сықылдылар. Бұл сүннетті біле тұрып, пайғамбарымыздың сүннеттерін қылу сүннет емес десе кәпір болады. Пайғамбарға нанбаған болған үшін, егер де ғұзырсыз қылмай қойса, күнәкар болады, қылса көп сауап алады. Мұстахаб деген пайғамбарымыздың кейде істеп, кейде істемей қалдырған нәрселері, нәпіл намаз оқыған сықылдылар. Оны қылмаған кісі күнәкар емес, қылған кісі сауап алады. Біреуге көрсету үшін, мақтан үшін болмаса, енді шариғаттың қыл демеген ісінің бірі мұбах деген. Мұны қылса да қылмаса да бенде ерікті. Қылғанына сауап та жоқ, обал да жоқ, қылмағанына да солай. Бұл мұбах аң аулаған сықылды. Бас салмай ат жарысқан сықылдылар.